Сәлем, сіздермен бірге Жансая драма. Мен бүгін сіздерге 2015 жыл шыққан «Третий вид любви» деген китайский романтикалық фильмді қысқаша баяндайтын боламын. Басты кейіпкеріміздің бір-бірімен алғаш кездесуі ұшақта болды. Ұшақта Джоу деген қыздың қатты жылап отқанын көрген Цзэджин өзінің қағаз майлықтарын ұсынады. Әрине, бұл кезде бұлар жақыннан танысқан емес, бірақ та жігіт қызға ерекше назар аударып сыртынан сүйсініп қарап тұрды. Тіпті бір көргеннен ғашық болып қалды десек те артық емес. Джоу ұшақтан түсіп үйіне келгеннен кейін өзінің сіңілісін дауыстап шақырып іздей бастайды. Бірақ та сіңілісі келмегеннен соң бөлмеден сіңілісін өз-өзіне қол жұмсаған күйде тауып алады. Бірден ауруханаға алып барады. Дәрігерлер бұның стресске түсіп жасаған дәл кезде жақындарының қасында болғаны өте міндетті деп айтады. Ал Джоу болса сіңілісінің жұмыстағы Лин Цзэджин деген жігітті жақсы көріп, сол үшін осындай әрекетке барғанын біледі. Ертесіне Джоу өзінің жұмысына келе салып, әріптесінен Лин Цзэджин деген жігіт жайлы ақпарат тауып беруін өтінеді. Алған ақпараты бойынша оның компаниясына барып, хатшысынан директормен кездесуді сұрайды. Бірақ та хатшысы: кешіріңіз, дәл қазір мен сізді кездестіре алмаймын дегеніне қарамастан, отырған бөлмесіне Джоу баса бөктеп кіріп: директор Лин Цзэджин деген сіз бе? Сіздің кесіріңізден менің сіңілім ауруханаға түсіп қалды дейді. Ал Лин Цзэджин болса: кешіріңіз, бірақ мен сіздің сіңіліңізбен жақын таныс емеспін. Ол тек біздің компаниямыздың қызметкері дейді. Қалайша, ол сіздің телефоныңызға қаншама хаттар жазды ғой деген кезде телефон ұсынып, бірақ та мен ешқандай да хабарламаларды оқымаймын, тек қана тазалап отырамын дейді. Осы кезде қыз: кешірім сұраймын, бірақ та менің сіңілімді жұмыстан жіберуіңізді өтінемін дейді. Ал жігіт болса: компаниядағы келісім шарт бойынша мен сіздің сіңіліңізді жұмыстан шығара алмаймын. Жұмыстан шығарған жағдайда көп төлемде өтемақы төлейді дейді. Ендеше менің сіңіліме жақындамаңыз, әйтпесе сізге арты жақсылық әкелмейді деп кетеді. Ал сіңілісі болса әпкесіне ұрса бастайды: сен оған неге бардың? Мен өзім осылай қалаймын. Оның бұған ешқандай да қатысы жоқ. Мен оның сыртынан жай ғана болса да бақылап жүргім келеді деп. Ал әпкесі болса: есің ауысқан ба? Мен сенің келісім шартыңмен өзім айналысам. Жұмыстан сен қалай да шығасың дейді. Жұмыста отырған Джоуға телефон соғылып, Джоу асығып кетеді. Джоу бізде қоғамдық адвокат болып жұмыс жасайды. Өзінің клиенті құрылыс маңында ең биіктікке шығып, өзін өлемін деп қорқытып тұр екен. Ол жұмыста жарақат алып, сол жарақатына бастықтарынан өтемақы төлеуін талап етеді. Осы кезде ең жоғарғы бастықтары келіп, бұл бізде Лин Цзэджин болды. Әрине, бұған ақшасын дереу арада беріңдер деп бұйырады. Осы кезде клиенті болса: маған тек қана ақшаны өзімнің адвокатым алып келсін, әйтпесе басқаларыңа сенбеймін деп шарт қояды. Ал Джоу болса бізде биіктіктен өте қатты қорқатын еді. Бірақ та Лин Цзэджиннің көмегімен биіктікке шығып, өзінің клиентін өлім аузынан аман алып қалады. Осыдан кейін екеуі тамақтанып отырып, Джоу Цзэджинге: менің клиентімді құтқарып қалғаныңыз үшін және де менің қауіпсіздігімді қамтамасыз еткеніңіз үшін сізге үлкен алғыс айтамын. Әрине, баста сізді көргенде сіз маған ұнамағансыз, сізді тіпті ұрып тастағым келді дейді. Ал бүгінгі ерлігіңізге үлкен алғыс айтамын, тіпті әсерлі болды дейді. Және де қайтарда Джоу рахмет керек емес десе де, Цзэджин Джоуды үйіне қарай шығарып салады. Ертесіне Цзэджин әуежайдан өзінің шетелде бірге оқыған дос қызын күтіп алады. Күтіп алып, оны үйіне апарып тастайды. Цзэджиннің бұл қызда ешқандай ойы болмаса да, бірақ әлгі қыздың Цзэджинде ойы бар екенін оның еркелеуінен, істеген қылықтарынан білуге болады. Ал Джоудың әріптестері Джоу мен Цзэджиннің құрылыс барысындағы жұмысшыны аман алып қалған жайында жаңалықтарға шыққанын айтып, ол сен онымен таныссың ба деп сұрап жатқан кезде, осы кезде бастығы кіріп, Джоу мен оның қасындағы әріптесі Гаучанды бөлмесіне шақырып: Лин Цзэджиннің компаниясы жаңа заңгерлерді жұмысқа қабылдамақшы. Біз өзіміздің бағымызды сынап, бұған қатысып көруіміз керек дейді. Осы кезде әріптесі Гаучан мен бастығы Джоудан: сен Цзэджинмен таныссың ғой, біз үшін бір мүмкіндік сұрашы деп, тіпті сұрамасаң бастығы өзін өлемін деп те қорқыта бастады. Сөйтіп Джоу әріптестерімен бірге Лин Цзэджиннің компаниясына барып, өздерін таныстырып, өздерінің жобаларын қорғап, осы компанияға заңгер ретінде жұмысқа алуға өтініш қалдырып кетеді. Бақыттарына орай олар жақсы жаңалық естіп, заңгер болып жұмысқа алғандығы жайында жаңалық естіп өте қатты қуанады. Цзэджин Джоуға хабарласып шақырады. Келгеннен кейін: сізден кешірім сұраймын, мынандай кеш уақытта сізге хабарласқаным үшін. Бірақ та бұны мен сізді басқаша жеткізе алмадым дейді.
мен сізді қатты ұнатамын, сіз маған ұнайсыз деп өзімнің сезімін білдіреді. Ал Джоуи болса, рахмет әрине мені ұнатқаныңыз үшін, бірақ та мен сіздің сезіміңізді қабылдай алмаймын. Екеуміздің арамыз жер мен көктей. Егер де сіз бізді менің жақсы көргеніңіз үшін жұмысқа алған болсаңыз, онда осы бастан шешіміңізді қайтып алсаңыз болады. Әлде кеш емес деп сол жерден кетіп қалады. Арада бірнеше күн өткеннен кейін жігіт қызға хабарласып, кешкі асқа шақырады. Қыз барғаннан кейін екеуі кешкі ас барысында, сіз білесіз бе, біздің қашан ең алғаш рет кездескенімізді, біз ұшақта кездестік қой дейді. Сол кезде қыз, жоқ, мен есімде жоқ деп жауап береді. Сіз ұшақта жылап отырғансыз, ал мен сізге орамал ұсындым дейді. Осы кезде қыздың есіне түсіп, сіз сол ма орамал ұсынған? Мен сізді ұмытып қалыппын дейді. Сіз сол кезде не үшін жылап отырдыңыз? Айтыңызшы дейді. Мен ол кезде алғашқы күйеуіммен ажырасқаным едім. Сол үшін жарайды, мені қойыңызшы, сіз өзіңіз жайлы айтыңыз. Сізді үйленеді деп естідім деген кезде, қалайша мен үйленем, менің тіпті сүйіктім де жоқ дейді. Бірақ та мен дәл қазір сіздің бейнеңізден өзімнің үйленгім келетін, өзіме жар болатын қызды көргендеймін деп жауап береді жігіт. Кешкі астан кейін терезенің алдында тұрған қыздың артынан жігіт келіп, өзіне жағын тартып сүйгісі келіп еді, бірақ та қыз оған қарсы болып кетіп қалды. Ертесіне жігіт қызға қайта-қайта қоңырау шалады, ал қыз болса оның бірде-бір қоңырауын алмайды. Содан соң жігіт қыздың жұмыс орнына кіріп келеді. Жұмыс орнына келіп, мен не саған еріккеннен қырындап жүр дейсің ба? Менің саған деген сезімім шынайы деп өзінің сезімін білдірмек болған кезде, қыз, бұл менің жұмыс орным, кешіріңіз деп қайтадан оның сезімін қабыл алмай, есікті ашып, өтінем барыңыз деп жігітті шығарып салады. Бірнеше күннен кейін Линдси Джен жұмыс барысымен шетелге шығатын болды, ал Джоуи болса заңгер ретінде онымен бірге барды. Сол шетелде маңызды жұмыстарға, яғни келісімшарттарға қол қойылып, жұмыстар атқарылды. Джоуи өзінің күнде жұмысқа бара жатқан жолында өзін бір дәмханадан Цзи Дженнің кофе ішіп, әрқашан өзін бақылап отқанын біліп, сол кезде Цзи Дженге кіріп келеді де, сіз бұл жерде не істеп жүрсіз дейді. Ал сасқалақтап қалған Цзи Джен, мен кофе ішіп отырмын, сіз де кофе ішесіз бе? Қазір сізге тапсырыс берейін деп сасқалақтап қалады. Осы кезде қыз дәмханадан шығып кетіп қалады. Цзи Джен артынан хабарласып, Джоуи, мен бір аптаға іссапармен қаладан ұшып бара жатырмын. Бір аптадан кейін келгеннен кейін сізге хабарлассам болады ма дейді. Осы кезде қыз сәл ғана жымиып, иә, болады деп жауап береді. Цзи Джен іссапарға ұшып кетеді. Ал Джоуи болса күнделікті өзінің жұмысымен айналысып жүреді. Арада бір апта өткеннен кейін жігіт қызға хабарласып, ертең кешке ұшып келемін, сол кезде кездессек қалай дейді. Ал қыз болса, өкінішке орай, мен ертең жұмыс барысымен Пекинге ұшпақпын дейді. Осы кезде жігіт, жарайды, ендеше әуежайда кездесеміз дейді. Әуежайда ұшаққа мінетін уақыты жақындаған қыз жігітті асығып күтіп тұрады. Жігітті көрген кезде өзінің сағынғаннан еріксіз жігіттің мойнына асыла кетеді. Осы кезде жігіт те қызға өзінің билетін көрсетіп, онымен бірге Пекинге ұшатынын айтады. Екеуі қол ұстасып, бірге қуанып Пекинге ұшып кетеді. Пекин қаласына келісімен қыз бен жігіт бір-біріне деген сезімдерін тежемей, керісінше сезімдеріне ерік беріп, бір-біріне махаббаттарын айқын көрсетіп, уақыттарын керемет өткізеді. Жігіт қыздан бұрын ертерек Пекиннен ұшып кетеді. Кеткеннен кейін қызға хабарласып, бөлмеде банк картасын қосулы күйде тастап кеткенін хабарлайды. Ал қыз болса, сен мені ақшаға сатып алғың келді ме деп күліп жауап береді. Джоуи Пекиннен келгеннен кейін жігіттің үйіне келеді де, банк картасын беріп, сенің маған ақшаң керек емес, және де біз бір-бірімізге қатты алаңдамауымыз керек. Егер де сен кеткің келсе, қай уақытта болса кете берсең болады, және де мен кеткім келген кезде мені де ұстамайсың. Менің шартым осындай дейді. Ал жігіт болса, жарайды, өз шартыңды өзің қолдана бер, ал мен екеуміз мәңгі бірге болсақ деп армандаймын дейді. Осы кезде екеуі қайтадан сезімдеріне ерік береді. Бірақ та есіктің қоңырауы бұл екеуіне кедергі жасайды. Есікті барып ашып қараса, Цзи Дженнің дос қызы екен. Цзи Дженнің дос қызымен Джоуиді таныстырып, үстел басында дос қызы, сендер екеуің біргесіңдер ме деген кезде, Цзи Джен, иә, бұл менің сүйіктім деп жауап береді. Цзи Джен мен Джоуидің Пекиндегі екеуі бірге болған суреттері әкесінің қолына тиіп, оның баласынан көңілі қалғанын айтыпты. Және де дәл осы уақытта компанияның жұмысы алға баспай, Цзи Дженнің көңіл күйі болмай, басқа қалаға жұмыс барысымен
кетуге тура келді. Цзэджэн іс-сапарда жүргенде Джою компанияда Цзэджэннің әкесімен лифтіде жоғалып қалады да сол кезде әкесі қызға менің баламды босат, оның өз өмірі бар дейді. Джоюйдың жұмысына Цзэджэннің дос қызы келіп, біз Цзэджэн екеуміз үйленеміз, сіз біздің неке шартымызды дайындаңыз дейді. Бұл жаңалықты естіген Джою үйіне келіп есеңгіреп отқан кезде кешке қарай Цзэджэн есік қағып келеді. Осы кезде Джою оны кіргізгісі келмеп еді, бірақ та Цзэджэн сыртқа шығарып алып, мен тек қана сені жақсы көремін, бұл менің қалауым емес, бұл менің әкемнің қалауы дейді. Осы кезде Джою, жоқ, екеуміздің арамызда барлығы бітті. Мен басынан білгемін, екеуміздің арамызда ештеңе шықпайтынын. Болды, кетші, ол саған жақсы әйел болсын. Қазір үйде сіңілім бар, сені көріп қалса дұрыс болмайды, бар кет деп жігітті үйіне қайтарып жібереді. Бірақ та өзі қатты қынжылып жылайды. Ертесіне көзінің жасын сүртіп оянып компанияға келіп Цзэджэн мен оның қалыңдығы және әкесіне неке шартын ұсынып қарап, егер дұрыс болса өз қолдарыңызды қойыңыздар деп, тамағына келген өксікпен көзіне келген жасты әрең ұстап отырған қыздың мына күйін көру Цзэджэнге де оңай болмады. Өзінің сүйген адамның басқа адамға үйленейін деп жатқан және де өз қолымен неке шартын дайындап беру Джоюға да оңай соққан жоқ. Ол өте қайғырып жылады. Джоюдің әріптесі Гаучаның үйлену тойына Цзэджэн де келеді. Цзэджэнді көрген Джою ол сіңілісімен отыр еді, бірақ та тойдан дереу арада тұрып шығып кетеді. Артынан жүгірген Цзэджэн Джоюды ұстап, екеуі құшақтасып, өтініш, бәрін басынан бастайықшы, мен сенсіз өмір сүре алмайын деп тұрған жерінде оның сіңілісі көріп қалады да әпкесіне хабарласып, сен қайдасың? Мен білем сенің Цзэджэнмен бірге екеніңді деп, өзі құрылыс басына шығып әпкесін шақырады. Ол жерде әпкесіне өзінің сүйген жігітімен сен неге біргесің? Екеуің мен алдадыңдар деп құрылыс басынан өзін төмен қарай лақтырып жібереді. Осы кезде Цзэджэн қыздың қолынан ұстап, оны қанша құтқармақшы болғанмен, бірақ бұл әрекетінен ештеңе шықпады. Сіңілісі жерге қарай құлай бастады. Өкінішке орай сіңілісі Сяоюэ анадай биіктіктен құлағаннан кейін қаза табады. Енді біздің екі ғашықтың махаббаты бір-біріне қанша биік болғанмен, сіңілісі қайтыс болғаннан кейін бұл екеуінің бірге бола алмайтыны анық болды. Фильмнің соңында екі ғашық бір-бірін сағынып қатты жылағанына куә боламыз. Олардың жылағанына менің де көзімнен еріксіз жас шықты. Достар, сіздерге махаббаттарыңыз баянды, мәңгі болсын деп тілеймін. Фильм осымен аяқталды. Фильмді толығымен көруді ұсынамын, өкінбейсіздер. Алатын әсерлеріңіз өте керемет болады. Сіздерге фильм ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Және де алған әсерлеріңізді комментарийға жазып кетсеңіздер, тіптен керемет болар еді. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.